Оқушылар, математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. Бүгін сабақта қозғалысқа берілген есептер шығаруды меңгересіңдер. Оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңдар. Бейне жазбадан ортақ нені байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, қозғалысты байқадық. Айналамыздағы көліктер, жануарлар, адамдар үнемі қозғалыста болады. Біреуі баяу қозғалады, біреуі жылдам қозғалады. Бір нысаннан екінші нысанға дейін жол жүреді. Сол нысанға жету үшін уақыт жұмсайды. Қозғалыстағы денені сипаттауда үш шама басты рөл атқарады. Жүрілген не жүрілетін жол, яғни арақашықтық, бұл бір нысаннан екінші нысанға дейінгі қашықтық. Мысалы, көліктің ауылдан қалаға дейін жүріп өткен жолы арақашықтық болып табылады. Көлік осы ауыл мен қаланың арасын неше уақытта жүріп өтеді? Қозғалыс уақыты дегеніміз, бұл бір нысаннан екінші нысанға дейін қозғалыста болған дененің жолға жұмсаған уақыты. Денелердің қандай жылдамдықпен қозғалатынына назар аудар. Үшеуі үш түрлі қозғалады. Кестеде нысанның қандай да бір мүмкін болатын жылдамдығы берілген. Мысалы, адам бір сағатта 5-4-3 километр жүруі мүмкін. Бірақ бір сағатта 20-25 километр жүруі мүмкін емес. Велосипедші сағатына 15-16-17 километр жүруі мүмкін. Тасбақа өте баяу қозғалатын болғандықтан минутына 3-4-5 метр жүруі мүмкін. Ендеше қозғалыс жылдамдығы дегеніміз уақыт бірлігінде жүріп өткен арақашықтық. Жылдамдықтың өлшем бірліктерінің белгіленуін есте сақтаңдар. Жылдамдықтың қысқаша жазылуы. Оқыған кезде сағатына 15 километр деп оқимыз. Яғни бір сағатта 15 километр жол жүрген. Қозғалысқа берілген есептерді қарастырғанда, бір-бірімен өзара байланысты үш шаманың белгіленуін есте сақтаңдар. Жүрілген не жүрілетін жол арақашықтық латынның S әрпімен белгіленеді. Қозғалыс жылдамдығы латынның V әрпімен белгіленеді. Уақытты латынның T әрпімен белгілейміз. Берілген сызбаға назар аударыңдар. Бір сағат ішінде автокөлік қандай арақашықтықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Кесіндінің әр бөлігі 1 сағатты білдіреді. Автокөліктің жылдамдығы сағатына 50 километр. Яғни, 1 сағатта 50 километр жүреді, 2 сағатта 100 километр жүреді, 3 сағатта 150 километр жүреді, 4 сағатта 200 километр жүреді. Олай болса, тұжырымдайық. Арақашықтықты табу үшін қандай амал қолдандық? Дұрыс айтасыңдар. Арақашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлу керек. Оқулықтың 106 бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Бұл тапсырмада қозғалысқа берілген есепке сызба сызып үйренеміз. 3-ші тапсырманың А нұсқасында берілген есепті оқимын. Автокөлік 4 сағат ішінде 320 километр жол жүрді. Автокөлік қандай жылдамдықпен қозғалған? Есепте не белгілі? Дұрыс айтасыңдар. Уақыт 4 сағатқа тең. Арақашықтығы 320 километр. Есепте не белгісіз? Жылдамдық белгісіз. Енді сызба түрінде көрсетеміз. Алдымен сызғыш пен қарындашты пайдаланып кесінді сызамыз. Осы кесіндіге арақашықтықты белгілейміз. Уақыт 4 сағатқа тең болғандықтан кесіндіні 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлік 1 сағатты білдіреді. Жылдамдықты қозғалыс бағытын көрсету арқылы белгілейміз. Жылдамдық белгісіз. Енді есепті шығарайық. Формуланы басшылыққа аламыз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Бөліндінің мәні нешеге тең? Дұрыс жауабымен тексерейік. Жауабы автокөлік сағатына 80 км жылдамдықпен қозғалған.
Үшінші тапсырманың ән нұсқасында берілген есепті шығарайық. Автокөлік сағатына 65 км жылдамдықпен қозғалды. 4 сағат ішінде автокөлік қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Есепте қандай сан белгілі, нені білдіретін сан? Дұрыс айтасыңдар. Қозғалыс жылдамдығы сағатына 65 км. Уақыт 4 сағатқа тең. Есепте не белгісіз? Ара қашықтық белгісіз. Сызбасын сызамыз. Ара қашықтықты белгілейміз. Ара қашықтық белгісіз. Уақыт 4 сағатқа тең. Кесіндіні 4 бөлікке бөлеміз. Қозғалыс бағытын көрсетіп, жылдамдықты белгілейміз. Жылдамдық сағатына 65 км-ге тең. Формула бойынша ара қашықтықты тауып, жауабын жаз. Енді дұрыс жауабымен тексерейік. Ара қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Жауабы 4 сағат ішінде 260 км ара қашықтықты жүріп өтеді. Бұл нұсқада берілген есепке назар аударыңдар. Автокөлік сағатына 90 км жылдамдықпен қозғалды. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 360 км ара қашықтықты автокөлік қанша сағатта жүріп өтеді? Есепте не белгілі? Қозғалыс жылдамдығы сағатына 90 км, ара қашықтығы 360 км. Есепте не белгісіз? Уақыт белгісіз. Енді есепке сызба сызыңдар. Сызбаны дұрыс сызды деп ойлаймын. Олай болса, есептің сұрағына формуланы еске түсіріп жауап берейік. Дұрыс жауабымен тексерейік. Уақытты табу үшін ара қашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Жауабы 4 сағатта жүріп өтеді. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша есептер құрастырамыз және оларды шығарамыз. Автобус сағатына 60 км жылдамдықпен жүретін болса, 240 км ара қашықтықты ол қанша сағатта жүріп өтеді? Жолға жұмсаған уақытты қалай анықтаймыз? Формуланы басшылыққа аламыз. Қозғалыс уақытын табу үшін ара қашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. 240 пен 60 сандарының бөліндісі 4-ке тең. Демек қозғалыс уақыты 4 сағатқа тең. Келесі есепті құрастырамыз. Автокөлік сағатына 82 км жылдамдықпен жүретін болса, 3 сағат ішінде автокөлік қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Ара қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 82 мен 3 сандарының көбейтіндісі 246-ға тең. Ендеше автокөлік 246 км ара қашықтықты жүріп өтеді. Ұшақ 2 сағат ішінде 600 км жол жүрді. Ұшақ қандай жылдамдықпен ұшты? Қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 600 бен 2 сандарының бөліндісі 300-ге тең. Демек, ұшақтың қозғалыс жылдамдығы сағатына 300 км болған. Балалар, күнделікті өмірде осы көліктермен облысымыздың орталығы Тараз қаласынан Қазақстанның көрікті қалаларына сапарға шықсақ, қанша уақытта жетуге болады екен? Соны анықтайық. Тараз қаласы мен елордасы Нұр-Сұлтан қаласының арасы 1300 км. Ұшақтың қозғалыс жылдамдығы сағатына 650 км болса, Тараздан Нұр-Сұлтан қаласына ұшақпен неше сағатта жетуге болады? Дұрыс есептедіңдер деп ойлаймын. 1300 бен 650 сандарының бөліндісі 2-ге тең. Демек, Тараз қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына ұшақпен 2 сағатта жетуге болады. Тараз қаласы мен Қазақстанның мәдени орталығы болып саналатын Алматы қаласының арасы 492 км. Автокөлік сағатына 82 км жылдамдықпен жүрсе, неше сағатта жетуге болады? Дұрыс айтасыңдар, 6 сағатта жетуге болады. Тараз қаласы мен Қазақстанның киелі мекені болып саналатын Түркістан қаласының арасы 330 км. Сағатына 66 км жылдамдықпен жүретін автобус Түркістан қаласына неше сағатта жетеді? Дұрыс айтасыңдар, автобус пен Тараз қаласынан Түркістан қаласына 5 сағатта жетуге болады.
Енді шығармашылық тапсырманы орындаймыз. Әлияның 20 кәмпиті бар. Ол кәмпиттерді өзіне қарағанда айнада 2 кәмпит артық болатындай етіп бөлгісі келді. Әлия кәмпиттерді қалай бөлуі қажет? Есепте не белгілі? Дұрыс айтасыңдар. Әлия 20 кәмпитті өзіне және айнада 2 кәмпит артық болатындай етіп бөлгісі келгені. Есептің сұрағы қандай? Әлия кәмпиттерді қалай бөлуі қажет? Есептің сұрағына бірден жауап беруге бола ма? Жоқ, болмайды. Олай болса есептің шартын құрайық. Барлығы 20 кәмпит. Әлияда белгісіз кәмпит. X-пен белгілейміз. Айнада Әлиядан 2 кәмпит артық. Демек, X қосу 2. Күрделі теңдеу құрамыз. Әлия мен айнаның кәмпиттерінің қосындысы 20-ға тең. Олай болса, X-ті X пен 2-нің қосындысына қосамыз. Тең 20. Теңдеудің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз. Санды қосындыға қосу үшін осы санды қосылғыштардың біреуіне қосып, шыққан нәтижені екінші қосылғышқа қосу керек. 1x-ке 1x-ті қосқан кезде 2x болады. 2 көбейту x немесе 2x деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбінесе жазылмайды. 2x пен 2-нің қосындысы 20-ға тең. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Айырманың мәні 18-ге тең. Содан кейін жай теңдеуді шешеміз. Белгісіз сан 9-ға тең болады. Демек, Әлия өзінде 9 кәмпит, ал айнада 11 кәмпит болатындай бөлуі қажет. Сабағымызды қорытындылайық. Жүрілген жол мен уақытқа қозғалыс жылдамдығына қатысты тұжырымдар жасадыңдар. Түзу сызық бойындағы бір қалыпты қозғалыс кезіндегі жылдамдық, уақыт және қашықтықтың формуласын және есеп шығару кезінде оларды қолдануды үйрендіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.